Бәріміз адам болғандықтан адамның күні адаммен. Осы қоғамда адамша өмір сүру ол да өнер. Енді барлығымыздың ата-анамыз бар, я? Немесе болды. Туыстарымыз бар, балаларымыз бар, достарымыз бар, әріптестеріміз бар, тағысын тағы. Енді біздің өміріміздің сапасы осы адамдармен қарым-қатынасқа тікелей байланысты. Бірақ сол анаңмен, әкеңмен, туыстарыңмен, балаларыңмен тағысын тағы қарым-қатынастарды реттеместен бұрын өзіңмен қарым-қатынасты реттеп алған жөн. Сонда ғана сенің ішкі жан дүниеңнен шыққан айна өзің қалағандай саған шағылсады. Өзіңмен қарым-қатынасты реттеу деген не нәрсе? Бұл мына жанның осы тұлғамен қарым-қатынасын реттеу. Жан дегеніміз осы мына дене деп аталатын скафандрдың, тіпті көліктің, немесе осы дене деп аталатын киімнің ішіндегі басты өзің. Яғни мына тұлғаны, яғни мына дененің аты Артур, я? Осы дененің аты бар, неше түрлі сандары бар, туған күн деген сияқты. Ақшалары бар, немесе проблемалары бар. Сол жанның осы тұлғамен қарым-қатынасын реттеу. Бұл дегеніміз тұлғаны, яғни осы денені бірінші орынға шығармай, керісінше осы денені құрал ретінде пайдалану. Біз осы қоғаммен қарым-қатынаста осы екеуінің орнын ауыстырып алғанда ғана жоямыз. Немесе сол қоғаммен қарым-қатынасымыз дұрыс болмайды, осы денемен жанның мына орындарын ауыстырып алғанда. Мына проблема деп аталатын ұғым тек қана мына денеде, яғни тұлғада. Ол тұлға өзін менмін деп алды. Астында жаның айқайлап жатыр, шырылдап. Ей, басты ойыншы мен ғой, сен мен емессің, сен менің құралымсың деп айқайлап жатыр. Сондықтан ми деңгейінен жүрек деңгейіне түскенде біз рульді жанымызға, яки рухымызға, яки әрі қарай Құдайға береміз. Сонда мына денедегі мидың шектеулі бағдарламасынан шығып, шынайы өмірді сүреміз. Өзіңмен қарым-қатынасты реттеу деген осы.